Сәлем, есімім Манель, мен сексологпын. Бүгінгі тақырып жүктілік және сақтану жолдары. Ерлі зайыптылар жүктілікті жоспарламаса, олар әрине арнайы сақтану жолдарын қарастыру керек. Оның бірнеше жолдары бар. Біріншісі ол мүшеқап, екіншісі арнайы таблеткалар, үшіншісі ол спираль. Ол ең көп тараған жолдардың тәсілдерінің бірлері болып саналады. Енді мүшеқапқа келсек, ерлі зайыптылар арасында бұл тек қана жүкті болмас үшін ғана емес, және де бірақ та ол арнайы бір инфекция, бір сондай жұқпас үшін де оны көп тараған жолдары. Және де бұның мысалы тек ерлі зайыптылар арасында ғана емес, бірақ мысалы екеуі үйленбеген жас немесе жалпы әйел мен ердің арасында осы тәсілді қолданғаны ең көп тараған жолы, сақтанудың жолы. Ал енді біз таблетка мен спиральға келсек, бұл жерде әйел адам ең біріншіден маманға жүгініп, ол гинекологқа барып, кеңес алғаны дұрыс. Ол гинеколог бұл жерде бәрін қарап, түсіндіріп, осы сақтану жолдарын қарастырып, бәрін жасайды. Бүкіл сол жолдарын қарастырып, әйел адамға жеткізеді. Әйел баласы қалай жүкті болады? Ең біріншіден, ер кісі мүшесінен жыныстық қатынасқа дейін мүшесінен бір сұйықтық бөлінеді. Және де бұл сұйықтық сперма емес, бірақ соның ішінде де сперматозоидтар бар. Бұл не білдіреді? Бұл сұйықтықтың ішінде де сперматозоид бар, және де әйел адам жүкті болу мүмкін. Ол да бір қаупі бар. Екіншіден, ер кісінің мүшесі әйел адамның қынап мүшесіне кіргенде және де бітіргенде, сперма бөлінгенде, бұл сперма қынапқа кіріп, жатырға кіреді. Жатырдан соң, бұл анатомиялық, әйелдің анатомиясы тұрғыда, яйцеклетка дегенге барады. Яйцеклетка қазақша аудармасы ұрық жасуша, соған дейін барады. Және сол жерде сперматозоид пен яйцеклетка ұрықтанады, сол жерде ғана жүктілік болады. Бұл деген әйел мен ерлердің жаратылысы, осындай анатомиялық жаратылысы. Бірақ кейбір сұрақтар келеді. Әйел адамға мысалы аузына бітірсем, немесе артқы жаққа бітірсем, екі қабат жүкті бола ма деген сұрақ қойғанда, жауабым жоқ. Бұл мүлдем мүмкін емес. Себебі ер кісі әйел адамның аузына бітірсе, бұл жерде сперма асқазанға барады. Және де асқазан ол мүлдем қынапқа бармайды, жатырға бармайды. Және де ол ешқандай қаупі жоқ. Екі қабат болу, жүкті болу. Және де мысалы артпен бітірсе, бұл әйел адам тікішек үлкен дәрет кезінде бұл бәрі шығады. Және де ол да ешқалай мүмкін емес. Жыныстық қатынас кезінде мүшеқапты қай кезде кию керек? Еркектерге және де қыздарға кеңес. Ең бірінші, жыныстық қатынас кезінде ер мүшесі тұрады. Және де бұны біз эрекция дейміз. Эрекция кезінде және де ер мүшесі әйел мүшесіне кіргенге дейін мүшеқапты кию керек. Мүшеқапты қай жерден сатып алуға болады? Бұны сіз әр дәріханада сатып алуға болады, және де арнайы секс-шоп дүкендерде табуға болады. Енді сіз түрлерін қарастырғыңыз келсе, мысалы, оның арнайы өлшемі болады. Және де әр адам, әр ер кісі өз мүшесіне сай мүшеқапты таңдау керек. Себебі жыныстық қатынас кезінде осындай мүшеқап үлкен болып қалса, шығып кету, қалып қалу мүмкіншілігі қаупі бар. Сол үшін дұрыс таңдаңыз. Екіншіден, мүшеқаптың түрлі дәмдермен болады. Әртүрлі жемістер дәмімен. Оны сіз өзіңіз сондай арнайы секс-шоп дүкендерде сатып алуға болады. Арнайы таңдау. Үшіншіден, бұл оның
сапасына байланысты, себебі мүшеқаптың арзан түрі де бар, қымбат түрі де бар. Сапасының айырмашылығы бұл сезімталдылықтың айырмашылығынан, себебі оның арзан түрі және де қымбат түріне қарағанда, қымбат түрі сезімталдығы өте жоғары, яғни қосылғанда ер кісі мен әйел адам жақсы сезеді. Оның полиуретандық деген түрі бар, ол бірақ өте қымбат түрі. Оны бірақ ерлі зайыптыларымыз арасында қарастырып, осындай таңдауға болады. Секс-шоп барғанға ұялмаңыз, сол жерде арнайы адам сізге көмектеседі, керек сұрақтарға жауап береді. Бұл өзіңізге және де сіздің қарым-қатынасқа одан әрі түрлендіру үшін осындай кеңес алғаныңыз дұрыс. Егер де видео сізге пайдалы болса, онда лайк басыңыз, YouTube каналыма жазылыңыз және де Instagram парақшама жазылып, сол жерге өзіңіздің пікіріңізді қалдыруыңызға болады. Көріскенше!